Армысыздар, құрметті балқаштықтар, Өркен медиа арнасында кешкі жаңалықтар, ақпараттар легімен таныстырушы мен Гүлшат Қайратқызы. Бүгін көретіндеріміз. Ыстық су. Балқашта үйдің төбесіндегі жылу құбыры жарылып, жоғарғы қабаттағы пәтерді су басып қалды. Тайғақ жол. Балқашта 20 адам тайғанақтап құлап, түрлі жарақат алды. Оқыс құлап қалдым, оқыс тайып жығылдым. Аяғым ішіне қайырылып кетті. Жүру уақыты. Балқашта пойыздардың жүру кестесі өзгерді. Балқашта үйдің төбесіндегі жылу құбыры жарылып, жоғарғы қабаттағы пәтерді су басып қалды. Бұл сәтті көрген куәгерлер видеоға түсіріп, оны әлеуметтік желіге жариялаған. Міне сарқырап, бұрқырап ағып жатқан ыстық су 4-ші қабаттағы пәтердің балконына құйылуда. Оқиға кеше Мир көшесіндегі 5-ші үйде болды. Анықталғандай, жылу жүйесі шатыр арқылы жүргізілген. Өкінішке орай, пәтер иесі бүгін үйінде болмай шықты. Ал КСК мамандарының айтуынша, жоғарғы қабаттағы үй қожайыны төбеден су тамшылап тұрғанын айтып, түсте қоңырау шалған. Оқиға орнына келген мамандар шатырдағы тік құбырды ауыстыру керектігін айтып, сол құбыр желісі арқылы келіп тұрған жылу жүйесін тоқтатып кеткен. Ал үй иесі қажетті құрылыс материалдарын сатып алғаннан кейін мамандарды қайта шақырту керек еді. Алайда пәтер қожайыны өзі іске кірісіп, құбырдың кранын жұлып алған. Нәтижесінде ыстық су атқылап, пәтерін басып қалған. Пәтер иесі бізге екінші рет қоңырау шалып, ыстық судың атқылап жатқанын хабарлады. Біз дереу жетіп, түгел үйдің жылу жүйесін сөндіруге мәжбүр болдық. Ол дүкенге барып, керекті құрылыс материалдарын сатып алғаннан кейін тік құбырды ауыстырып бердік. Балқашта 20-дан аса адам мұзға тайып жығылып, түрлі жарақат алды. Қаламызда сіркіреп жауған жаңбыр аралас қардың арты көктайғаққа ұласып, тұрғындарға қолайсыздық туғызуда. Көктайғақта коммуналдық мекемелер қандай шаралар қолдануда? Травматолог мамандар не дейді? Келесі материалдан көрелік. 53 жастағы Құралай Мұсабаева көктайғақтың зардабын тартушы. Кеше жұмыстан шығып үйіне барар жолда мұзға құлап қалған. Содан аяғы басқызбай ауырғаннан кейін бүгін дәрігерге келіп отыр. Абырой болғанда еш жері сынбапты. Тек тобығы мен бел омыртқасын ауыртып алған. Оқыс құлап қалдым, оқыс тайып жығылдым. Аяғым ішіне қайырылып кетті. Сол таксиден түсіп больницаға бардым. Қыстың басталғаны енді болса да, бүгінге дейін 20-дан астам тұрғын мұзға жығылып, түрлі жарақаттар алған. Травматология бөліміне келушілердің дені егде жастағы адамдар. Мамандардың айтуынша, мұзға құлағандардың көбісі аяқ қолдарын сындырған. Біз екінші рет келген адамды ғана қабылдаймыз. Экстренный травмпункт бізде қазір қала больницада. Рентген жасайды, гипсін салады, адамды тексереді, қай жері ауырды, қай жері жарақат болды. Содан кейін барып олар учаскелік дәрігерлеріне барады. Учаскелік дәрігерлерінен содан кейін бізге направление алып келеді. Содан кейін барып біз емдейміз, тексереміз. Ал коммуналшылар көктайғақпен таңғы 6-дан бастап күресуде. Қала көшелеріне және тротуарларға 2 көлікпен 30 тоннадан аса тұз аралас құм сепкен. Ал үйлердің ауласын мұздан арылту КСК-ның міндеті. Гүлім Айтай, Руслан Сипен, Өркен медиа. Балқашта көп қабатты үйлерге сараптама жүргізу үшін бюджеттен 6,5 миллион теңге бөлінді. Бөлінген ақшаға қаламыздағы 2 үйдің апатты жағдайда тұрған-тұрмағанын анықтау үшін комиссия сараптамасы жүргізілді. Жалпы қаламызда барлығы 585 көп қабатты үй бар. Оның 112-сі жөндеуді қажет етеді. Ал оларды апатты жағдайда деп тану үшін тұрғындар өз қаражаттарына қымбат тұратын экспертиза жасатулары тиіс. Оны балқаштықтардың қалтасы көтере бермейді. Осыны ескерген қала билігі демеушілік көрсетуде. Биыл мемлекет қорынан үйлерге сараптама жасауға 6,5 миллион теңге бөлінген. Сол ақшаға алматылық мамандар Қараменде би 10 және Сейфуллин көшесіндегі 33-ші үйге сараптама жасады, алайда қорытындысы әлі дайын емес. У нас проблемы по дому. Были частые аварийные. Бұл үйде келеңсіз жағдайлар жиі орын алады. Мысалға жаңбыр жауса төбеден су ағады. Қабырғаларда жарықтар пайда болған. 5-ші подъезді апатты жағдайда деп санаймыз. Сол себепті билік өкілдерінен біздің осындай қиын мәселемізді шешіп берулерін өтіндік.
Соңғы 3 жылда мемлекет қаражаты есебінен тағы 3 көп қабатты тұрғын үй тексерістен өткен. Оған бюджеттен шамамен 3 миллион теңге жұмсалды. Алайда бірде-бір үй апатты деп танылмаған. Мамандар тек тұрғындарға үйді жөндеуге кеңес берген. Қалада өзін-өзі басқаратын қала бойынша 16 үй бар, және станция Балқаш бойынша 32 үй өзін-өзін басқаруда. Өзін-өзі басқарған деген сөз, бұл үйлерде 20 квартира болады, 20 пәтер болатын болса, осылардың ішінен таңдап бір адамды таңдап алады, басқарушы ретінде. Қалған пәтер иелері осы адамға көмекші болуы қажет, жеке счеттары ашылу керек. Қазақстандықтар жол ережесін бұзушыларды суретке немесе видеоға түсіріп 200 мың теңге табыс таба алады. Ішкі істер министрлігі келіп түскен мәліметтің шын екеніне көз жеткізсе, ақшалай сыйақы бермек. Қалмұхаммед Қасымовтың айтуынша, қазір елімізде жаңа қосымша құрастыру көзделуде. Оның көмегімен тұрғындар полицейлерге түрлі заң бұзу фактілерін видео немесе фото арқылы жіберіп отырады. Егер мәлімет дәлелденсе, автор ақшалай сый алады. Ереже бұзушыға салынған айыппұл сомасы 50% қазынаға, ал 40% ақпарат жіберушіге беріледі. Қалған 10% қосымшаны құрастырған адамға тиесілі. Ішкі істер министрлігінің санауы бойынша Астана тұрғындары осылайша бір айда 260 мың теңге табыс таба алады. Мысалы, жүргізуші қызыл түске тоқтамай өтіп кетсе, видео немесе сурет авторы 5 мың, ал егер жаяу жүргіншіні өткізбеген түсіріп алса, онда 20 мың теңге алады. Балқаштықтардың 24 мыңы Дамумед мобильді қосымшасын қолданады. Оның көмегімен тұрғындар емханаға бармай-ақ дәрігердің қабылдауына жазылып, тіпті үйге де шақырталады. Сонымен бірге тапсырған анализ қорытындысын көре алады. Дамумед медициналық қосымшасын 16 жас пен 60 жас аралығындағы тұрғындар қолданады. Ол іске қосылған 2 жыл ішінде дәрігер қабылдауына жазылу 140%-ға, үйге шақырту 400%-ға өскен. Медициналық қызметті цифрландыру бойынша жыл басында қалалық емханаларда электронды кезек және терминалдар пайда болды. Оған қоса жыл соңына дейін барлық тұрғындардың медициналық карточкасы электронды форматқа ауыстырылады. Любой врач, имеющий доступ к... Осы қосымшаға тіркелген кез келген дәрігер науқастың бұрын қай жерде қаралғанын көре алады. Сондықтан да сізді басқа қалаға жіберсе, бір қора құжаттарыңызды арқалап апармасаңыз да болады. Барлығы электронды кітапшада тұрады. Балқашта пойыздардың жүру уақыты өзгерді. Енді Қарағанды және Семейге бару үшін вокзалға ертерек келу керек. Әйтпесе кешігіп жаяу қаласыз. 9 желтоқсаннан бастап пойыздардың жүру уақытына өзгеріс енді. Соған байланысты Балқаш Қарағанды бағытындағы пойыз бұрынғыдай 19:00-де емес, жарты сағатқа ертерек 18:35-де аттанады. Ал Астана Семей пойызы бұрын түскі 15:00-де жүрсе, енді кешкі 19:07-де қозғалады. Сондай-ақ Астана және Жезқазған бағытындағы пойыздардың жүру уақытында да өзгеріс бар. Бүгін келіп түскен ақпараттар легі осымен тамам. Күнделікті Балқаш жаңалықтарын арнамыздан бөлек өркенмедиа.kz сайтынан көріп оқи аласыздар. Ертеңге айтарымыз бар, жүздескенше.